Assalomualaikum do'stlar, holdaringiz qalay? Bizda bari yaxshi. Atroda bugun kechki 7:30da jitlerde жаңбыр жауып бастап кетті. Қойып почти. Кішкене сіркіреп тұр. Менің жаңалығым бар тағы да. Тауықтарым қорасында өзі жақсы жұмыртқа туып жүр, шүкір. Тіл көзден сақтасын. Мен тағы да бір шыбыс сатып алдым, буаз. Негізі 8 тауық көп деп жатыр негізі балалар. Сол тағы 2 тауық қосып бір буаз ешкі мен лақты ауыстырып алуға болатын еді негізі, бірақ қателесіп не істеп кеттім. Мен нормально барады. Міне 20 мыңға сатып алдым енді. Мына нені шыбысты. Бұл буаз. Міне қазір ешегі бар. Ешегі көріп тұру керек. Көрініп тұр ма достар? Міне. Осы бұлардың қорасы міне осындай. Кәдімгі не? Міне суы бар. Кебекті суға араластырып, міне нан бердім. Сосын мындай шөптер бердім, қамыз. Бұларға қандай шөп берген дұрыс, андай мындай шөпті көп жемейтін сияқты да, мындай кәдімгі шөпті бар ғой. Андай бір шөп жейді, қамыс жақсы жейді негізі, ағаш, талдың шөптерін жақсы жеп тұр. Жеп қойған, толтырып салып едім талдың қамыс шөптерін. Сол қазір тағы да салам. Мыналардың енді дұрыс жемейтін мындай шөптерді, кәдімгі жерде өсетін кәдімгі шөптерді. Өздерінің арны шөпі болады. Таңдап жейді бұлар шөпті негізі. Солай жақсы ма? Ондай қатты үлкен болмағанымен уже буаз екен көрініп тұр. Бір айдан кейін туады дейді. Көз тимесін енді. Осы. Жүр өздері осылай. Тауықтарым туып жатыр жақсы. Оларға да кебек пен нишушка жемдерін беріп жатыр. Оларға да сол. Тағы да не берсек болады, или жазда тек шөппен тұра бере ме? Чук деген нәрсе білет шығарсыздар. Оны қашан сатып алады? Соны айтып кетсеңіздер, қыста ма, күзде ма, жазда бермейтін сияқты ғой да, соны. Білмедім ал. Осындай жасыл шөппен семерет дейді. Балалардан сұрадым. Міне осы достар. Мынау уже не буаз ғой, бұған не берсе болады. Мынау енді бір ай болған ба, сондай буаз ғой. Бұны енді нақты білмеймін. Айтты әйтеуір былай, емшегінен былай не істегенде тибет деді ма былай. Әділет деген бала айтып еді. Ішінде не болса. Білмедім ал. Осы. Маңырап тұр. Мана басында келген екеуі кішкене ұстасып қалды. Қырқылған не еще? Жақсы. Бұларға тағы жылып берем. Алам қамысты ұшарға. Бұл жерге жақсы өскен. Осы жерлерін алатын боламыз. Жаңбыр қатты жауып жатыр.
Осылай қамыс тағы да алу керек. Жаңбыр кешеден бері жауып жатыр. Кішкене қой берейін. Ту кетіп жатты ға. Дала салқыны. Атырауда дала салқын. Сіздерде қалай? Жіпті кебектер. Қазір кебегін ішкен тағы да салқырайды. Епай. Кішкене үстіден төбелерден су ағады енді. Рақпай жалпы нормально. Сол кебек жегенде маңырап жейді. Кебек жегенде мә деп жейді. Естіп отырсыздар ма? Общем, достар осы. Сіздер не бересіздер өз лақтарыңыз? Осы кебек, қамыс дегендерді берем. Талдың шөптерін, жапырақ, нан деген тегі. Сіркіре бермес, өзі нормально жоқ өтір. Әбетте қоям екені. Бұларды далаға шығартып алу керек еді. Жайылып жүрсін. Бір Айдар деген дос балам бар. Сонымен бірге ода да ешкі бар. Кеше айтып едім ғой, бірге босатайық деп. Сол босатамыз да бұйырса әбеттерде. Кебекті қой бер жереміз. Және аяқтан жібер. Жоп сек әбеттерді жесін. Шен жер дейді. Мен өшім жеп. Мына далада тонбай ма екен? Еще қырқылып қалған. Қамыс жақсы жеп тұр ғой. Қамыс пайдалы ма айтып кетіңіздер. Әйтеуір жақсы жейді осы қамысты. Өздері таңдап жейді, не пайдалы ма жемейтін. Мысалы қамыс жақсы жеп, анау кебекті жеп жатыр. Бірін шақырама маңырапты. Білмедім ау. Общем осы. Салап соқықталы езімен құтқын жүру керексің. Күмен, капюшонмен. Бұлар тоңып қалады ғой бұндай күндері. Сондықтан бұларды шығармайым. Осы достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.